Таксист жолаушыны зорлап түнде көліктен лақтырып жіберді. Ертесіне оның ұлы қалыңдығының ауыр халде ауруханада жатқанын хабарлады. Біздің хикаямызға кіріспес бұрын, қай қаладан екендеріңізді жазып кетсеңіз, бізге қызық болады. Жағымды тыңдалым тілейміз. Қайырғали жұмысқа біреу оның жанына бетон плитасын үйіп тастағандай жүзімен келді. Таңертең бәрі керісінше кетті, тос күйіп кетті, ұлы жаңа шалбарына шай төгіп алды. Әйелі тағы да үйдегі ақшаны мектеп оқушысындай жұмыс істеп әкелетінін айтып ұрысты. Ол өзі де аз екенін білетін, бірақ бұл оның ғана кінәсі еді. Жаны әлдеқашан екі оттың ортасында қаңғып жүрген. Ол гараж бен қышқыл металдың иісіне үйрене алмаған тұрмыс үйі мен жалғыз ұлы Қайсардың үміті сөніп бара жатқан отбасылық батпағы. Егер Қайсар ер бала болғанда әлдеқашан заттарын жинап кетіп қалар еді, тек әйелі Айсананың осы мәңгілік наразылығын тыңдамау үшін. Ол Айсананы мүлдем басқа логикамен таңдады. Екі сәтсіз некеден кейін оған дәл осындай тыныш, момын, сәл толық, мейірімді көзді әйел оны құтқаратындай көрінді. Өйткені ол бір кездері осы кішкентай киноактрисасына деген махаббатқа, романтикалық құштарлыққа және ас үйдегі шексіз әңгімелерге сенген еді. Ол бірінші рет 19 жасында аяғы ауыр болғандықтан үйленді. Әкесі емес бала пайда болды, бірақ нағыз әкесі ойланып қайтып келген кезде оның жүрегі әлдеқашан байланған еді. Қайырғали оны ұруға дайын болды, ойланбастан ерні мен мұрнын сындырып ажырасуға арыз берді. Ол осыншалықты дөрекі қарапайым түрде сатқындық жасаған әйелмен бұдан былай өмір сүре алмады. Ол әскерге кетіп, бәрін бірден кесіп тастады, көзінде көлеңкесі бар қатал, жинақы басқадан болып оралды. Үкімет 30 жасқа дейін некеге тұру туралы шешім қабылдағаннан кейін. Бірақ өмір ең қатты анттарға күле біледі. 27 жасында ол бір кездері мектеп дискотекасында одан бас тартқан Әсемгүлдің жүзіне ғашық болды. Ол ақылдан адасқандай әдемі еді, және ол оған өзінің қырсықтығынан, өзіне және өткеніне қарсы үйленгенін білетін. Бірақ Әсемгүл ерекше көңіл бөлумен балалардың сөздеріне тәж кигізілгендей еді. Ол бала көтеруден обадан қорыққандай қорқатын, тіпті жасырмайтында, мен ішімді көтеріп, жүргек ауыстыруға жатпаймын. Бұл шаруа әйел. Ол онымен 2 тозақты жыл өмір сүрді. Кеткенде артында тәнді емес, жанында тыртықтар қалдырды, ал ол кетіп бара жатып бетін тырнап, соңғы қарғыстарын жаудырды. Тіпті шкафтай мықты Қайырғали де оны бірінші әрекеттен тыныштандыра алмады. Қайырғали сол кезде ант берді, бұдан былай әйелдер болмайды, тек міндеттемесіз және таңғы кофесіз қысқа қарым-қатынас болады. Бірақ бұл антқа Айсана кіріп келді. Онда көзқараста от та жоқ еді, ол ескі, жылы, сәл тозған, бірақ жақын көрпе сияқты еді. Пирожкилер. Ол бұрын білмеген үйдің елесін жасады. Айсана сахна жасамады, миын қатырмады, аңдымады, жай ғана Қайырғалидың жанында болды. Қайырғали еріп шешім қабылдады. Ал кеше жарты жылдан кейін ол жүкті екенін хабарлады. Ешқандай эмоциясыз, соншалықты тыныш. Уақыт келді, және көп жылдар ішінде бірінші рет ол қорқыныш сезбеді. Қайсар оған тірек болды, ол шынымен тырысқан кездегі ең бірінші нәрсе болды, өйткені ол жүргек ауыстырды. Пісірді. Бірақ көп ұзамай бәрі қайтадан өз орнына келді. Қайырғали Айсананың сезіп жүргенін білмеді, бірақ ол қайтадан жүре бастады. Басында зерігуден, кейін принциптен. Олардың үйінде өте тыныш еді, өлікханадағыдай. Айсана ешқашан опасыздық туралы айтпады, тіпті ишарада жасамады. Кейде ол ойлайтын, оған бәрібір ме? Мүмкін шынымен де бәрібір шығар. Ол таңғы сағат 4-те келгенде қайда болғанын сұрамады, телефонын қараған жоқ. Кейде бұл жанжалдардан да күштірек әсер ететін. Сұрақ қоймады, өйткені жауабын білетін адам пышақтан да қаттырақ жарақаттауы мүмкін еді. Қайсар ақылды, тіл алғыш болып өсті. Қайырғали шешті, міне, осы бала арқылы өзімді ақтаймын, ұлым ең жақсы болады. Оны спорттық, шахмат үйірмелеріне, робототехникаға жаздырды. Айсана шағымданды, ол мүлдем демалмайды, бірақ ол тек қолын сілтеді. Менің ұлым болу керек. Қайсар шынымен де сондай болды,
медальдар, сауаттылық конкурсының грамоталары жылтыраған алтындай жарқырады, ал Қайырғали мақтан тұтты. Бірақ содан кейін бәрін өзгерткен оқиға болды бокс турнирі. Турнирдің таңында Қайсар бозараңдап, ұйқысыз түнден кейін аяғында әрең тұрды. Сапар кезінде дәрігер, оның қан қысымы төмен, ол формада емес деп көндірді. Ал Қайырғали ашуланды, маған басшы болуды үйретпе. Бірінші раундта соққы, құлау, тыныштық. Бала қозғалмай жатыр. Ол не болғанын бірден түсінбеді. Рингтегі барлық оқиға баяу түсірілімдегідей көрінді. Төреші қолын бұлғады, Қайсардың денесі құмқап сияқты құлады. Тыныштық соншалықты қою еді, залда біреудің бөтелкесі түсіп кеткені естілді. Қайырғали басында орнынан қозғалмады да, ойлады, қазір тұрады, жай демалып жатыр. Ол мықты бала бірнеше рет құлап соңына дейін тұрған. Бірақ Қайсар қозғалмады. Ұлына дәрігерлер жүгіріп келгенде. Ол әлі де дәлізде қатып қалғандай тұрды, еріндері бір нәрсені былдырлап, көздері бұрышқа қамалған аңдыкіндей жыпылықтамады. Біреу оның иығынан түртті, бұл сіздің ұлыңыз ба? Сонда ғана ол есін жиып алға қарай жылжыды, қою кеселде жүзгендей адамдардың арасынан өтіп. Жедел жәрдем сиренасы, ақтөбе, аппараттардың біркелкі дыбысы, мұның бәрін ол басқа біреудің өмірін қарап тұрғандай қабылдады. Өзі жай ғана бақылаушы еді. Дәрігерлер жағдайдың қаншалықты ауыр екенін жасырмады. Қарт, шаршаған көзді біреуі оған қарап тұрып, сабырмен былай деді. Оның қан қысымы өте төмен болды, шаршаған, оның қазы туралы ойлайық. Ең бастысы тірі қалуы. Мүмкіндік аз, бірақ бар. Дұға етіңіз. Ол дәлізге қалай шыққанын, қалай отырғанын, қабырғаға сүйеніп, ішінде бәрінің қирап жатқанын сезгенін есіне түсіре алмады. Оны сол жерден Айсана тапты. Ол ашулы аруақтай ұшып келді, көздері қаһарға толы. Бұл сен. Бәріне сен кінәлісің. Өмірде өзі ештеңеге қол жеткізе алмадың, сондықтан одан чемпион работ жасауды шештің. Оны мүсіндеуді ойладың. Сен жүрексіз жаратылсың. Ол жауап қатпады, қараған жоқ, жай ғана қабырғаға қарады, өйткені оның айтқандарының бәрі шындық еді, содан ол жерге кіріп кеткісі келді. Ол Қайсардың жекпе-жек алдында ақырын ғана, әке, бүгін қажет емес шығар, мен қайнатылғандаймын дегенін есіне түсірді. Ал ол қолын сілтеді, аш, еркек еместігіңді көрсетпе, сен менің ұлым екеніңді көрсет. Міне, көрсетті. Қайсар тірі қалды, бірақ ол күннен бастап жаңа тозақ басталды, ұзақ әрі тұтқыр. Бала мүлдем сөйлеуді, тұруды, қасық ұстауды, оқуды, әріптерді ажыратуды үйренді. Жылдан жылға Қайырғали оны клиникаларға, оңалту орталықтарына, санаторийлерге апарды. Ол тұрмыс үйінде жоғалтқан жұмысы күте алмады, ескі танысы бастығы шақырды. Қайырғали, біз сенімен бір көшеден шыққанымызды білесің, бірақ мен сені бұдан былай жасыра алмаймын. Қанша уақыт шыдадық, бірақ адамдар шағымданып жатыр, тәртіп қатаң, жүктеме көп. Ары қарай айтпаңыз, мен бәрін түсіндім деді. Қайырғали көзін көтермей, және ешқандай истерикасыз, эмоциясыз қоштасты, өткен ішінде әлде қашан ештеңе қалмаған еді. Барлық күшін автопилотта өмір сүріп жатқан ұлына жұмсады. Ол такси жүргізушісі болып жұмыс істей бастады, қарызға көлік алды, таңнан кешке дейін жүрді, тек дәрі-дәрмекке, ем-шараларға, массажшыларға ақша табу үшін. Кейде 2 тәулік ұйықтамады, кейде тамақ ішуді ұмытып кетті. Ол арықтады, қарайды, қартайды. Ал үйде бәрі ыдырап жатты. Бір кездері оған арал болып көрінген Айсана енді кенеттен ауыстырылған адамға ұқсады. Аршин. Одан қамырмен қуырылған пияздың және ауыр қайғының иісі шығатын. Егер тереңірек тыныс алсаң, ол өкпеге тұнып тұншықтыратындай. Ол оны мүлдем қалауын қойды, ал ол мұны сезіп, ашуланды, тағы да өз көңілдестерімен жүбе. Бір күні ол тапсырысқа кетіп бара жатқанда артынан айқай салды. Ол тіпті бұрылып та қарамады, өйткені дауласудың пайдасы жоқ еді, әрі ол толықтай қателеспеген еді. Ол шынымен де әйелдерге қайтадан қызыға бастады, әдейі емес, жай ғана, бұл оның әлі тірі екендігінің бір еске салуындай еді.
Асханадағы сүйікті аспазшысы ешқандай рөл ойнамайтын әйелдердің бірі еді, денесінің дөңгелектерінен ұялмайтын, 20 рет ажырасқан. Ол оны кез келген уақытта ешқандай талапсыз, истерикасыз, жылы тамақпен және жылы төсекпен қабылдады. Оның жанында ол батыр емес, кем дегенде еркек екенін сезді. Бұл суық суға сүңгу арасындағы дем алу, ауа жұту сияқты еді. Айсана барған сайын көлеңкеге айналды, олар дерлік сөйлеспеді, тек тұрмыс пен ұл туралы жанжалдар күнделікті жағдайға айналды, кейде тіпті эмоциясыз, міндетті рәсім сияқты. Бірақ Қайсар баяу, бірақ сенімді түрде өсті, 20 жасқа қарай қайтадан қалыпты өмірге оралды, оқуға түсті, жұмысқа орналасты, сенімді, сабырлы ересек адам болды. Міне сонда бәрі реттеле бастағандай болған кезде Қайырғали көп жылдар ішінде бірінші рет айналасына қарады және үйге 1 минутта барғысы келмейтінін түсінді. Басында Қайырғали өзін-өзі сендірді, бұл жай ғана шаршаудың көрінісі, жолаушылар үйлеріне қайтқанша жұмыс істеді, тыныштық, жылтылған тамақтың иісі және сол әйел, сол халатта, сол жүзбен. Бірақ уақыт өте келе бұл сезім қараусыз қалған бақтағы арам шөп сияқты өсе бастады. Ол бұдан былай Айсананың жанында бола алмады, оның қатысуы ішінен бір нәрсені қысқандай, өлшемі мен жанына сай емес біреудің күртешесін кигендей әсер қалдырды. Ол көлікте ұзақ отыратын болды, тіпті тапсырыс болмаса да, жай ғана отырып, радио тыңдап, басында күндерді, айларды, жылдарды айналдырып, бәрі қай жерде дұрыс болмағанын түсінуге тырысты, және әр жолы өзіне тірелді. Ол бұл үйді қиратты, өзі мен әйелінің арасына сынақ ақты, ұлынан адам емес, жоба жасады, енді өзі екенін орып жатыр. Ал Айсана өзгере бастады, бірақ басқа жаққа. Бір кездері ол тыныш әрі жуас деп санаған әйел қайнаған қазанға айналды. Ол бұдан бұлай үндемеді. Әр кеш ұрыс алаңына айналды. Кейде ұсақ түйек үшін басын жумады, терезені жаппады. Бірақ көбінесе оның оған үнсіз қадалып қарайтын өкінішінен тіпті арқасымен де сезетін. Сен соңғы 10 жылда бір рет болсын маған қарадың ба, деп ол кезектегі түнгі ауысымға жиналып жатқанда кенеттен айтып жіберді. Ал сен осы уақыт ішінде бір рет болсын саған бірдеңе жетіспейтінін айттың ба, деп ол сенбестікпен жауап берді. Ал не үшін есту керек? Кетші, менде бір ғана жол қалды, Қайырғали. Ол не жауап берерін білмеді. Оның айтқаны рас еді, бірақ оның да өз шындығы бар еді, ол да өзін қажетсіз сезінді. Ол күн сайын адамдарды қажет жерлеріне апаратын жүргізуші еді, бірақ өзі ешқайда бармайтын. Содан бір кеште ол өзінен күтпеген нәрсе болды. Ол Маржанға тек дене үшін емес барды. Ол жай жанында жатып, бөтен жылуды, айыптау жоқ тыныштықты сезгісі келді. Бірақ тіпті сол жерде де ол тыныштық таба алмады, өйткені ішінде ұлы Қайсардың дауысы гуілдеді. Қайсар әлдеқашан өз өмірін сүріп жатты, жұмыс істеді, көздерінде от жарқыраған Назерке есімді қызбен кездесті. Бірақ Қайырғали сыртқы қолдауға қарамастан қызғаныштан арыла алмады. Назерке одан үлкен, ақылдырақ, данарақ еді, және тым логикалық еді. Бұл Қайырғалиге ұнамады. Ол одан бірдеңе сезді. Мүмкін қызғанды. Күн жай ғана ұлының өскенін, және өзі тапжылдың артында бірдеңе жасырынып тұрғанын сезді. Қайсар үйленбекші екенін айтқанда Айсана абыржып қалды. Олар бұл туралы кешке ас үйде талқылады, Қайсар Назерке кеткенде. Сен мұның бәрі тым тез емес пе деп ойламайсың ба? Абайла, ол әлі жас қой, өзі шешсін. Біз өз уақытымызды өткіздік, енді ол қалағанынша құрсын. Мен ол туралы емес, ол бір түрлі, тыныш, тым рөл ойнап жүргендей, білмеймін. Қайырғали де соны айтқысы келді, өйткені енді оның мен Айсананың арасында екі байланысқан аралдың арасындағы арқанмен қоршалған қашықтық бар еді. Жалпы Қайсардың Назеркесі шынымен де әлсіздік, шағым немесе тітіркену білдірмейтін әйелдердің бірі еді. Қайсармен бірінші кешкі аста ата-анасы оның қолын ұстады, ал ол соншалықты мінсіз болып көрінгендей күлімсіреді, тым мінсіз. Назерке, неге сонша кеш үйленесің деп Айсана жасырмай қызығушылықпен сұрады. Жанымда болғым келетін ешкімді кездестірмедім деп ол сабырмен жауап берді. Балаларға қалай қарайсың деп Қайырғали оның реакциясын бақылап сұрады.
Жағымды, бірақ асықпаймын. Алдымен мықты қарым-қатынас құрғым келеді, содан кейін толық отбасы туралы ойлануға болады. Жауаптары тым дұрыс еді. Олар кеткеннен кейін Айсана балконға шығып темекі шекті, көп жылдар ішінде бірінші рет. Не ойлайсың деп ол кофесі бар шыны аяқпен жанына отырып сұрады. Оны сүймейтінін ойлаймын, бірақ ол өзін сүйетіндей ойлағанын қатты қалайды. Сен тым күдікшілсің. Жоқ, мен әйелмін, ал әйелдер жалғанды көзбен емес, терімен сезеді. Қайырғали жауап қатпады, бірақ ішінде бір нәрсе өкінді, өйткені ол да соны сезді. Ең жаманы, ол ештеңе істей алмады, ұлы таңдау жасады, және бақытты еді, ал ол осы бір түрлі нүктеде күдіктер мен тұрмыстық жанжалдардың арасында тұрды. Әділдік пен бос сезім. Айсана үмітсіз қадамға барып, бұрын бір супермаркетте жұмыс істеген құрбыс Жәнияға барды, және бір кездері ерлердің құмарлығын оятатын дәрілер бар екенін айтқан еді. Бұл сиқырда, дуада емес, жай ғана бұрынғы ұшқынды қайтарғысы келетіндерге арналған химия. Бірақ сен бұл ең соңғы шара екенін түсінесің ғой, деді Жәния қабағын түйіп оған қарап. Ал мен не жоғалтамын? Ол бәрібір менікі емес, ұлым жақында кетеді, ал мен мысықтармен қаламын, ал мен мұндай өмірді қаламаймын. Жәния ұзақ үндемеді, содан кейін майлыққа дәрінің атын жазып, алақанына салды. Тек асыра сілтеме және мұны күн сайын жасама, бір рет болса да бірдеңені қозғауы мүмкін. Айсана дәрілерді сатып алып шкафқа жасырды, және бірнеше күн бойы, егер әсер етпесе ше. Ал егер тым қатты әсер етсе ше, деген оймен жүрді. Ол бәрін үйде дайындаған күні бәрі әдеттегідей болды. Қайырғали шаршап қайтты, түнерген күйде амандасудың орнына бірдеңе күбірлеп үстелге отырды, ал ол плитаның жанында тұрды, сорпаны араластырып, ішінде дауыс сыбырлады. Қазір немесе ешқашан. Ол жарты дозаны, содан кейін сәл көбірек қосты, ал ол дәмді болыпты дегенде, ол тіпті күлімсіреген де жоқ, жай ғана қарсысына отырып, оның көзіне қарауын күтті. 20 минуттан кейін ол басқаша болып қалды, ширыққан, қозған. Ол оған барып жанына отырды, қолын иығына қойды. Үйде қалсаң қайтеді, қазір қараңғы түсіп кетті. Бірақ ол кенеттен тұрып, орындықты жылжытып, болмайды, бір клиент ақшаны тез арада беруді сұрады деді де, қоштаспай, тіпті бұрылып та қарамай кетіп қалды. Айсана ас үйдегі диванда Қайырғали жаңа ғана тұрған нүктеге қарап отырды. Ол есіктің қалай жабылғанын естімеді, қолындағы қасықтың қалай түскенін байқамады. Ішінде бәрі ауыр түйінге жиналды, үрей, кінә, қорқыныш және бір түрлі сезім пайда болды. Кенеттен ол өзін нашар сезіп қалса, жүрегі жас емес қой, 20 да емес. Бірақ келесі ой оны бөліп жіберді, мүмкін сонда менің әлі бар екенімді, маған бәрібір емес екенін түсінер. Ол тұрып бөлмені аралап жүрді, содан кейін терезе алдында тоқтап, ұзақ уақыт қараңғылыққа қарады. Әйнектің артынан фаралар жарқылдады, біреу етін серуендетіп жүр, бір жерде үру естіледі. Әр терезесінде өз драмасы бар, қарапайым көп қабат үйдің қарапайым түні. Бірақ бүгін драма оның үйінде болды, мүмкін оны өзі жасаған шығар. 10 минуттан кейін ол шыдай алмай, Жәнияға қоңырау шалды. Ол ұйқылы дауыспен тұтқаны көтерді, бірақ үзік-үзік түсіндірмелерді естігенде тез оянды. Сен мүлдем есіңнен адасқансың ба деп сыбырлады құрбысы. Сен оған қанша бердің? Сен айтқаннан сәл көп, 2-ге жуық. Ол сау, шыдайды. Сен есіңнен адасқансың ба, бұл сағыз емес, оның қан қысымы көтеріліп, жүрегі қысылып қалуы мүмкін, әрі жалпы көлік жүргізу кезінде бұл қауіпті. Айсана саусақтарының дірілдей бастағанын сезді, ол телефонға қарады, ол Қайырғалидың координаттарын беруі тиісті сияқты еді. Басында жай үйге келсін, бәрі бұрынғыдай болсын, қайтадан бірдеңе болсын деген ой соғып тұрды. Ал Қайырғали сол кезде кешке қарай қала ішінде зулап бара жатты, жүрегі рок-концерттегі дабыл сияқты соғып, құлағында қаны шулап, көзінде бәрі тым анық, қатал болып көрінді, контраст күшті фильмдердегідей. Ол өзін 25 жастағыдай күшті, тоқтаусыз сезінді, құмарлық оны жібергісі келмеді. Тән қашу жолын іздеді, тапты да, тапсырыс жатақ бөлмесінде Лита есімді қыздың ауданында еді.
20 жастағы, кішкентай, тар пальто киген және еріндері ашық боялған. Ол оны бірден байқады, және дерлік бірден ақыл иесінің бір жабысқақ күйде сәтсіздікке ұшырай бастағанын сезді. Онда рұқсат етілген мен рұқсат етілмегеннің арасындағы шекара жойылып кетті. Ол оның сөздерін естімеді, мекенжайды есте сақтамады, жай ғана жүріп келе жатты. Әр минут оны қорқынышты және бақылаусыз бір нәрсеге жақындастырғандай сезінді. Содан кейін жолды қысқартты. Қыз бұрылып бірдеңе сұрады, алаңдады, бірақ ол айналасына қарамады, естімеді, тек құлағын басып болды. Ешқашан. Бәрі аяқталғанда ол жолдың ортасында тұрғанын, терге малшынған, қолы дірілдеп тұрғанын оянып кетті, және көлікке қалай қайтып келгенін есіне түсіре алмады. Жады тым тез кері айналдырылған пленка сияқты еді. Басында үзінділер, қорқыныш, қыз жоқ болды. Ол қашып кетті ме, біреуге қоңырау шалды ма, ол білмеді. Үйге оралу тұманды болды. Ол денесіне қалтыраудың жайылып бара жатқанын сезді, және ішінде бәрі жұдырыққа түйіліп жатқандай көрінді. Ойлары шатасып кетті. Мен болған оған. Бір нәрсені анық білді. Оны шайып кетті, шекарадан өтті. Енді бәрі бұрынғыдай болмайды. Үйге қайтқанда дәлізде құлай жаздады, жүзі ақ, еріндері көгеді. Айсана оны көргенде бозарып кетті, және сол сәтте жедел жәрдем шақырды. Оның ауыр тыныс алып қабырғаны ұстап тұрғанын көргенде жүрегі ашыды. Ешқандай айқайда, ешқандай кінәлау да жоқ, тек қорқыныш. Қан қысымы 240, тез арада ауруханаға, деді дәрігер, ал Айсана онымен бірге сөмкесіне паспортын, телефонын және неге екені белгісіз сол дәрілерді салып алды. Қателігін мойындағысы келді. Қабылдау бөлімінде 1 сағатқа жуық медбикелер, дәрігерлер, пульс, тамшылатқыш. Айсана еденге қарап отырды. Оған шашы ағарған, көзінде көбірек өмір көргендігі білініп тұрған көзілдірікті дәрігер жақындап, өміріне қауіп төніп тұрған ештеңе жоқ. Қан қысымын түсірдік, бірақ менде сұрақ бар, ол қандай да бір дәрі қабылдады ма? Айсана жөтеліп ауа жұтты, мен оған дәрі қостым. Сіз түсінесіз ғой. Дәрігер оған ұзақ қарап зерттеді, айыптаусыз да, қатысусыз да. Сіз оның бұл жаста өліп қалуы мүмкін екенін түсінесіз бе? Сіз оған қос доза стимулятор бергеніңізді айтпай-ақ қояйын. Ол көлік жүргізіп бара жатып біреуді қағып кетсе, немесе бірдеңе болса, не болар еді деп ойлаңыз. Ол сөзін аяқтамады. Айсана көзін көтере алмады, өзін қылмыскер, кішкентай, аянышты әйел сезінді, ерін қайтаруды білмеген және ең қарабайыр әдіске барған. Үйге қайтқанда Қайсар әлдеқашан сол жерде еді, оған таңдана қарады. Апа, сіз қайда болдыңыз, не болды? Ол бірдеңе күбірлеуге тырысты, бірақ сол сәтте оның телефоны шырылдады. Басында үндемей тыңдады, содан кейін жүзі бозарып, көзі шыныдай болып қалды. Мен келе жатырмын, ұлым, бірдеңе болды ма? Назерке, ол сөзін аяқтамай пәтерден жүгіріп шықты. Айсана дәлізде қабырғаға сүйеніп тұрды. Оның күйеуі ауруханада, ал ұлы толық қорқынышпен қайда асығып барады. Ол барлық нәзік шындығы кездейсоқ соққыдан сынған әйнектей ұшып кететінін сезді. Сол кезде Қайсар әлдеқашан ауруханада еді, Назерке палатада қабырғаға қарап жатты. Дәрігер оған бәрін айтты, полицияға жүгінуден бас тарту, және ең бастысы, Назерке ешкімге ештеңе түсіндіргісі келмейді. Бият, масқара, дүрбелең. Ол палатаға кіріп, жанына отырды, қолынан сипады, ол тартылып қалды. Бірақ итерме. Мен мұндамын, және ешқайда кетпеймін. Ол ұзақ үндемеді, содан кейін әрең естілетіндей, бұл ол болды, сенің әкең, деді. Қайсардың әлемі сол сәтте күйреп түсті, бірақ ол айқайламады да, қашып та кетпеді, жай ғана оған өмірдің барлық негізін өртеп жіберген адамдайға. Ол дәлізде, палатаның алдында тұрып, әке деп жариялады. Әкесі әлсіреп қолында тамшылатқышпен төсекте жатты, олардың әңгімесін бақылап. Ұлым, деді әкесі әрең. Мені бұдан бұлай ешқашан бұлай атама. Ол бұрылып кетіп ажырап қалды. Қайырғали есін жиғанда, оның ақыл ойы сыртқа шығарылып, ет тартқыштан өткізіліп, қайтадан бас сүйегіне салынғандай сезімде болды. Ол шалқасынан жатып, Блекли төбеге қарады, қайда жатқанын бірден түсінбеді, басы ескі трансформатордай гүлдеді.
Денесі қорғасындай ауырлап кетті, ол басын баяу бұрып, тамшылатқыштың ақ тамшыларын, көрші перденің артындағы аурухананың ыңырсыған дауыстарын көрді. Ол аяқтарын көтеруге тырысты, бірақ олар тыңдамады, саусақтары дірілдеді, кеудесінде ауырлық сезілді, жүрегі үзіліспен соқты, жадында қара тесік пайда болды. Есінде қалған соңғы нәрсе, кешкі ас, тамақ, Айсананың тыныш дауысы, дәмдеуіштер туралы бірдеңе және бәрі, одан әрі бос. Есік сықырлап палатаға ол кірді. Айсана, шаршаған, көзі бұлыңғыр. Төсектің жанындағы орындыққа үндемей отырды. Тумбочкаға пакет қойды, алмалар, йогурт, су. Ол оған өзеннің арғы жағындағы адамдай қарады, енді өтуге болмайды. Мен қайдамын деп Қайырғали әлсіз дауыспен сұрады. Не болды? Айсана оған баяу қарады, ол өтірік айтып тұр ма, жоқ па, тексеріп жатқандай. Сен перзентханадасың, жүрегің ауырады, қан қысымың метеозон сияқты көтеріліп кетті. Ол көзін жұмды, ауыр тыныштық орнады. Мен дерлік ештеңе есімде жоқ деп ол сыбырлады, бәрі тұмандағыдай. Мен өзімде емеспін деді Айсана тұңғиық дауыспен. Сен өзіңде емессің, бірақ бұл сені ақтамайды. Ол алаңдап қозғалды. Айсана, мен істеп. Мен білуім керек. Ол тұрып терезеге жақындап біраз тұрды, содан кейін бұрылды. Оның көзінде тек көңілі қалу емес, қорқыныш, кінә, үмітсіздік бар еді. Сен Назеркеге ауыр тигіздің. Ол қабағын түйді. Назерке. Күте тұр. Біздің Назерке ма? Қайсардың қызы. Айсана өзгерді, және сол сәтте оның қатысуымен бірдеңе үзілді. Ауыр тигіздің деген не сөз? Онымен не болды? Айсана баяу жақындап, жанына отырып, ешқандай бүкпесіз тікелей айтты. Ол ауруханада, шок күйде, сен оны зорладың деп айтты. Қайырғали бозарып кетті, тіпті еріндері де ағарып кетті. Ол кенеттен отырып қалды, кереует сықырлады. Жоқ, бұл болған жоқ, мен мұны істей алмас едім, мен тіпті есімде де жоқ. Оның даусы дірілдеді, мен мұндай сұмдықты істемес едім. Мен саған сенемін деді ол ақырын. Сенің мұны есіңде жоқ екеніне сенемін, бірақ ол есінде. Қайсар бәрін біледі, ол сені бос орынға қарағандай қарады, енді сен оның әкесі емессің деді. Қайырғали басын қолымен ұстады. Бұл қалай болуы мүмкін? Айсана, мен құбыжық емеспін. Мен саған дәрі қостым деп ол демін ішке тартып айтты. Саған қайтарғым келді, бұл жай ғана жарылыс болады деп ойладым, бірақ ол жерде қос доза болды. Ескерткен. Сен кетіп қалдың, сосын не болғаны болды. Ол ұзақ үндемеді, көздері өрттен кейінгі зал сияқты бос еді. Демек, мен бәрін жоғалттым ба? Өзімді де. Сен әлі де айыпталушылармен сөйлесе аласың, кеш болмай тұрып. Ол басын баяу бұрды, ал егер олар тіпті сонда да қарамайтын болса. Ең болмаса сен біл, мен қашпағанымды, өзімде адал болуға күш тапқанымды. Бірнеше сағаттан кейін палатаға шашы ағарған, бірақ көзінде өмірлік оты бар екі ұзын бойлы дәрігер кірді. Жағдайын тұрақтандырамыз, егер көрсеткіштері ертең өзгермесе шығарамыз, бірақ мәселе бар. Назерке. Қайырғали басын көтерді. Ол әзірге арыз бермейді, бірақ біз сізге шешімін өзгертсе хабарлаймыз. Сіз кейбір жағдайларда ақыл бересіз, бірақ шынын айтқанда, сіздің көмегіңізге мұқтаж емеспін. Доктор, мен дерлік ештеңе есімде жоқ. Қылмыстар әрқашан саналы түрде жасалмайды, бірақ заң өзін ақтамайды, және өзінде емес, тек салдарында көреді. Дәрігер кетіп қалды. Айсана біраз отырды да, кетпес бұрын, ертең шыққанда оған бар, қорықсаң да, әсіресе қорықсаң да, деді де кетіп қалды. Қайырғали түн бойы ұйықтамады, терезе алдында отырып, сол жерде, әйнектің арғы жағында, жауаптар бардай болып көрінген, біле-біле қарады. Дәл солай. Дәл жел оның өмірін қалыптылық тақтарынан жұлып алғандай. Таңертең ол палатадан шықты, қалтасында кілттер мен дірілдеген қолы сөмкедей салбырап тұрды. Ол кіреберістің жанынан баяу баспалдақ тапты. Ұлы. Қоңырау соғылмай тұрып ол тұрды.
Жүрегі есінен адасқандай соғып есік ашылды. Қайсар таш жүзді, артында Назерке бозарып, жыпылықтамайтын, эмоциясыз көздерімен тұрды. Кіруге бола ма? Деді Қайырғали әлсіз дауыспен. Сұраудың қажеті жоқ, кіру керек пе деп жауап берді Қайсар. Ұлым, мен ештеңе есімде жоқ, мүмкін бұл ақтау болмас, бірақ мен кетіп қала алмайтындықтан келдім. Назерке қозғалмады. Қайсар шетке шықты, Қайырғали кіріп диванның шетіне отырды. Пәтердегі ауа қорғасындай ауыр еді. Сөйле деді ұлы, ал ол ақталудан емес, осыған қалай жеткеннен, өзін қалай жоғалтқанынан, адам болу деген не екенін қалай ұмытқанынан бастады. Қайырғали диванның шетінде отырды, үйдің жиһазына тиюге қорқатындай, өзін бұл отбасының бөлігі сезінбейтіндей. Пәтер оған екі едендегі әрбір жарықшаққа дейін, ас үйдегі таңғы кофе иісіне дейін таныс еді, бірақ қазір бәрі жат. Ол қателесіп басқа бөлмеге кіріп кеткен қонақ үйдің интерьеріндей көрінді. Қайсар қарсысында қолын кеудесіне айқастырып тұрды, Назеркені қорғап, сәл шеттеу, есік жақтауын сабырмен тосып тұрды. Көзімен Қайырғалидың әрбір қозғалысын бақылап. Ол осы көзқарастың астында терісі сыпырылып жатқандай сезінді, сөйлегісі келді, бірақ неден бастарын білмеді, өзі де толық түсінбеген нәрсені қалай айтуға болады. Мен? Деді ол жұтынып, бұл қалай болғанын білмеймін, мен дерлік ештеңе есімде жоқ, мен үйде кешкі ас іштім, содан кейін есіммен танып қалдым, ауруханада ояндым. Айсана сені ауыртқанымды айтты. Назерке, мен тіпті сөзде таба алмаймын, өйткені ол болған нәрсеге тым әлсіз естіледі. Ол қызға қарады, және сол сәтте бірінші рет оны шынымен байқады. Дәліздегі жай ғана фигура емес, көздерінде зұлымдықта, ауырсынуда жоқ. Ол жерде опасыздықтан кейін қалған сол бос сезім бар еді, және ол білегіндегі жұқа көгерген іздің қалған бөлігін, мойнының астындағы бұғана сүйегінің жанындағы дақтарды көрді. Олар оның не істегенін айқайлап тұрды. Ол көзін түсірді, даусы дірілдеді. Мен білмедім, мен қаламадым, егер уақытты кері қайтара алсам. Ал сен ешқашан қаламауың мүмкін емес еді деп Қайсар сөзін бөлді. Сен әрқашан өзіңді бәрінен жақсы білетіндей, не керек екенін, кімнің дұрыс, кімнің әлсіз, кім неге лайықты екенін шешетінсің. Және біреудің дайын еместігі, қолынан келмеуі, қорқуы маңызды емес еді, сен шештің. Қайырғали көзін көтерді, ұлы сабырмен сөйледі, бірақ әр сөзінде болат сезілетін. Мені сол рингке шығуға мәжбүрлегенің есіңде ме деп жалғастырды Қайсар. Сен сонда, әке, менің қолымнан келмейді, мен ұйықтамадым, өзімді нашар сезінемін дедің. Ал сен менің ұлымсың, ал менің ұлым қорқақ емес дедің. Мен шықтым, құладым және палатада ояндым, онда мені қайтадан қасық ұстауға үйретті. Сен мені сонда қираттың, ал енді оны қираттың. Назерке алға қадам басты. Оның даусы тегіс еді, бірақ қолдары дірілдеді. Біз Қайсармен сөйлестік, мен өзімді саумын деп ойладым. Бәрін ұмытайық, егер біз бұл тақырыпты көтермесек, бәрі ойлам, бірақ жоғалмай. Ол шідірлет. Әр таң сайын мен жолдың шетінде оянғанымды есіме түсіремін. Әр түн сайын мен сосын сенің жүзің екенін білген жүзді көремін. Және мен бұдан бұлай бұнымен өмір сүре алмаймын, сондықтан мен арыз беремін. Қайырғали есінен танып қалғандай болды, вискісі зуылдап, бөлме шексіз жылдамдықпен айналып жатқан карусель сияқты айналды. Бірақ деуге құқығы жоқ еді. Мен тіпті кешірімде сұрай алмаймын деп ол демін ішке тартып айтты, өйткені кешірім мұнда тек сол түн үшін ғана емес, бүкіл өмірім үшін, үнсіздігім үшін, дөрекілігім үшін, екеуіңе де қалай қарағаным үшін, өзімді бәрінен жақсы білемін деп ойлағаным үшін де қажет сияқты. Ол баяу тұрып есікке ауыр басып жақындады, содан кейін бұрылып, мен ешқандай жеңілдік сұрамаймын. Жан дүниесінде де, заңды түрде де, жай ғана тыңдағандарыңыз үшін рахмет деді. Керек емес, рахмет деді Қайсар қатал дауыспен. Бізге сенің біздің өмірімізден мәңгілікке жоғалуың керек. Назерке бір ауыз сөз де айтпады, тек бұрылып кетті, бұл жеткілікті болды. Қайырғали жабық есікті ұйқысын бұзғандай қорқып ақырын ашты, баспалдақ алаңында тұрды, аяқтары дірілдеді. Ол баспалдақпен өзінің тереңіне түсіп бара жатқандай түсті, әр баспалдақ алдыңғысынан ауыр болып көрінді. Бірінші қабат, аула, таза ауа. Ол кіреберістің жанындағы орындыққа отырды, басында шу, жүрегі тұйық, бір келкемес соғып тұрды.
Көзінің алдында ауырсынудан ба, әлде ұяттан ба белгісіз дақтар тұрды. Кеудесінде бір нәрсенің қысылып жатқанын сезді. Ол енді ашылмайтын сияқты, өзі де қолындағы күлге айналғандай. Қан. Тіпті ол қалай болғанын есіне түсірмесе де, ол мұны істеді, тіпті санасыз түрде болса да, бәрібір істеді. Енді оған мәңгілікке кету ғана қалды, өйткені егер қалса, тіпті олардың өмірін сырттан бақыласа да, ол көлеңке, олардың болашағындағы дақ болады. Ол тұрып пальтосының жағасын көтерді, аспан түнерген, суық жаңбыр себелеп тұрды. Ол оған асықпай, қол шатырсыз, мақсатсыз қайтпай кірді. Дәріхананың білеклі жарығы шағылысқан терезенің жанынан өтіп бара жатып, ол өзінің шаршаған, қартайған, бөтен бейнесін көріп қалды. Ол сол көздерге қарап, өзін танымады. Мен әрқашан жек көрген адамға айналдым. Оның көзінде аңның көзі бар еді. Ол түнде бос кеңістікке, өмірде, сөзде, дыбыста, жарықта қалмаған кезде келетін сол тыныштыққа қарай жүрді. Назеркенің арызы полицияға ресми түрде түскенде, іс қорқынышты жылдамдықпен өрбіп кетті. Сіз талдауға біраз уақыт кетеді деп ойлаған болатынсыз, бірақ оның орнына жауап алу емес, медициналық сараптаманың қорытындысы істі тым анық, тым тез дем алуға мүмкіндіксіз, бәрін кері қайтаруға мүмкіндіксіз етті. Мемлекеттік адвокат, жас, қорқынышты қояндай көздермен бірден, айыптаудың сипатын, әбіленушіні тексеру нәтижелер. Сіз фактіні жоққа шығармайсыз, тіпті ештеңе есімде жоқ деп мәлімдесеңіз де, бұл көмектеспейді. Прецеденттер бар, психиатрия сіздің пайдаңызға емес. Психиатриялық сараптама сіздің есіңіз дұрыс екенін көрсетті, демек сізді толық жауапкершілікпен соттайды. Қайырғали мұны бір түрлі кеңістікпен, дыбыссыздықпен тыңдады, оған қатысының бәрі басқа тілдегі радио кедергілерінде естілді. Ол басын изеді, жазды, адвокаттың көзіне қарады. Бірақ енді ештеңе қаламады. Ол түсіндіруге де тырыспады. Ол жай ғана плитаға кастрюль қойып, газды бұрап, басқа драмалар туралы сериал көрсетіліп жатқан теледидардың алдына отырды. Кешке терезеге қарап тұрып, өзіне өзі, дұрыс болды деп сыбырлады. Сол жерде отыра берсін, мүмкін енді адамдармен басқаша қарым-қатынас жасау керектігін ойланар. Ол өзін кінәлі сезді, әрине, дәрілер, доза, бәрі дұрыс болмады. Соншалық соны шекпеді. Оған жоқ көрінді. Ол тым ұзақ уақыт көлеңкеде, қорлықта өзін қажетсіз сезінуде өмір сүрді. Енді оны ешкім ұрмады, айқайламады, ескі затқа қарағандай қарамады. Қайырғали енді жоқ еді, және үйде ақыры тыныш болды. Ал ол сотты күтіп өмір сүрді. Ол кепілдікпен босатылып, қаланың шетіндегі кішкентай жалдамалы бөлмеде тұрды. Ол жерде ылғал мен мәңгілік көктем иісі шығып тұрды, аяғының астындағы пәтердегі кереует тіпті ең кішкентай қозғалыстан да сықырлайтын. Қабырғалары қағаздан жұқа еді, көршілер түнде ұрысып, таңертең күлетін, ал бәрі оның жанынан әйнектен өткендей өтіп кететін. Ол ерте тұра бастады, бала кезіндегідей әтеш шақырғанда мұздай сумен жуынып көшеге шығып, ескі нан алып, әр таң сайын қаңғыбас иттер жиналатын аулаға барды. Ол олардың бәрін таныды, қызыл, жыртылған құлақты, бұйра қара, үнемі аяғын жасыратын. Олар оған қуанышпен құйрықтарын бұлғап жүгіріп келді, өзгерістерді талап етпей, айыптамай. Ол орындыққа отырып, нанды сындырып, олармен сөйлесті, ақымақтық шығар, бірақ тек олар ғана оны айыптаусыз тыңдады. Кейде ол жергілікті асханаға кіріп, кассаға тегін түскі асқа ақша қалдыратын. Кімге керек болса жесін, жай ғана иттері бар қарттан деп айтыңыз дейтін. Құлпынай түсті шашты жас даяшы оған таңдана қарап, сіздің атыңыз кім? Қажет емес, жай ғана адам деп атаңыз. Ол енді қол сағатын тақпады, жоспар құрмады, күнін күнмен өткізді, әр таңын, әр түнін санап. Ол кінәсін жууға тырыспады, әдетте жақсы істермен жолмайтын нәрселер болады. Жоқ, рахметтің қажеті жоқ, деді Қайсар қатал түрде. Бізге сенің өмірімізден мәңгілікке жоғалуың керек.
Назерке бір ауыз сөз де айтпады, тек бұрылып кетті, бұл жеткілікті болды. Қайырғали жабық есікті ұйқысын бұзғандай қорқып ақырын ашты, баспалдақ алаңында тұрды, аяқтары дірілдеді. Ол баспалдақпен өзінің тереңіне түсіп бара жатқандай түсті, әр баспалдақ алдыңғысынан ауыр болып көрінді. Бірінші қабат, аула, таза ауа. Ол кіреберістің жанындағы орындыққа отырды, басында шу, жүрегі тұйық, бір келкемес соғып тұрды. Көзінің алдында ауырсынудан ба, әлде ұяттан ба белгісіз дақтар тұрды. Кеудесінде бір нәрсенің қысылып жатқанын сезді, ол енді ашылмайтын сияқты, өзі де қолындағы күлге айналғандай. Қан. Тіпті ол қалай болғанын есіне түсірмесе де, ол мұны істеді, тіпті санасыз түрде болса да, бәрібір істеді. Енді оған мәңгілікке кету ғана қалды, өйткені егер қалса, тіпті олардың өмірін сырттан бақыласа да, ол көлеңке, олардың болашағындағы дақ болады. Ол тұрып пальтосының жағасын көтерді, аспан түнерген, суық жаңбыр себелеп тұрды. Ол оған асықпай, қол шатырсыз, мақсатсыз қайтпай кірді. Дәріхананың білеклі жарығы шағылысқан терезенің жанынан өтіп бара жатып, ол өзінің шаршаған, қартайған, бөтен бейнесін көріп қалды. Ол сол көздерге қарап, өзін танымады. Мен әрқашан жек көрген адамға айналдым. Оның көзінде аңның көзі бар еді. Ол түнде бос кеңістікке, өмірде, сөзде, дыбыста, жарықта қалмаған кезде келетін сол тыныштыққа қарай жүрді. Назеркенің арызы полицияға ресми түрде түскенде, іс қорқынышты жылдамдықпен өрбіп кетті. Сіз талдауға біраз уақыт кетеді деп ойлаған болатынсыз, бірақ оның орнына жауап алу емес, медициналық сараптаманың қорытындысы істі тым анық, тым тез дем алуға мүмкіндіксіз, бәрін кері қайтаруға мүмкіндіксіз етті. Мемлекеттік адвокат, жас, қорқынышты қояндай көздермен бірден, айыптаудың сипатын, әбіленушіні тексеру нәтижелер. Сіз фактіні жоққа шығармайсыз, тіпті ештеңе есімде жоқ деп мәлімдесеңіз де, бұл көмектеспейді. Прецеденттер бар, психиатрия сіздің пайдаңызға емес. Психиатриялық сараптама сіздің есіңіз дұрыс екенін көрсетті, демек сізді толық жауапкершілікпен соттайды. Қайырғали мұны бір түрлі кеңістікпен, дыбыссыздықпен тыңдады, оған қатысының бәрі басқа тілдегі радио кедергілерінде естілді. Ол басын изеді, жазды, адвокаттың көзіне қарады. Бірақ енді ештеңе қаламады. Ол түсіндіргеде тырыспады. Ол жай ғана плитаға кастрюль қойып, газды бұрап, басқа драмалар туралы сериал көрсетіліп жатқан теледидардың алдына отырды. Кешке терезеге қарап тұрып, өзіне өзі, дұрыс болды деп сыбырлады. Сол жерде отыра берсін, мүмкін енді адамдармен басқаша қарым-қатынас жасау керектігін ойланар. Ол өзін кінәлі сезді, әрине, дәрілер, доза, бәрі дұрыс болмады. Соншалық соны шекпеді. Оған тышып көрінді. Ол тым ұзақ уақыт көлеңкеде, қорлықта өзін қажетсіз сезінуде өмір сүрді. Енді оны ешкім ұрмады, айқайламады, ескі затқа қарағандай қарамады. Қайырғали енді жоқ еді, және үйде ақыры тыныш болды. Ал ол сотты күтіп өмір сүрді. Сот қабырғаларындағы шебер жарықшақтар бөтен трагедиялармен тыныстаған ғимаратта өтті. Мұнда пафоста, мәрмәрде, жаңғырықта жоқ еді, тек ескі линолеум, темекі түтіні сіңген дәліздер, желдеткіштер мен немқұрайдылық. Қайырғали зал есігінің жанындағы орындықта отырып, жеңнің шетін баяу уқалады, ішінде бәрі қатып қалғандай еді, қорқынышта, үмітте, зұлымдықта жоқ. Ол жай ғана суға лақтырылып, батып кететін тастай отырды. Оны шақырғанда ол асықпай тұрды, өзін уақыттың бір бөлігі деп санамайтын адамдай. Залда салқын еді, судья, шаршаған және ширыққан жүзді әйел, прокурор сенімді түрде конституциялық формальділіктерден бастап, оның алдына айыпталушы Қайырғали 52 жастағы, бұрын сотталмаған, күш қолдану арқылы жасалған жыныстық сипаттағы әрекеттер туралы бапты дәрілік заттарды қолданумен жасалған айыптау парағының беттерін аударыстырды. Әрбір сөз үстелге емес, басына түскен балғадай естілді. Айсана қасында отырды, қолын ұстап, әйел емес, бұрыннан маска рөлін тастап кеткен көлеңке. Арқасы түзу, ол мұның бәрін әйнектің артынан тыңдап тұрғандай еді.
Айыптаушы тарап сөйлей бастағанда, оның есімі аталғанда Қайырғали басында көзін көтеріп сенбеді. Прокурор жалғастырды. Іс шеңберінде анықталғандай, бұл дәрілер айыпталушының қылмыстық әрекеттерді жасау және іздерді жою кезіндегі жағдайына әсер еткен. Олар оның әйелі Айсана тамағына қосылған. Оның ниеті зорлық-зомбылыққа итермелеу сипатында болмаса да, оның әрекеті қайғылы оқиғалардың дамуымен тікелей расталады. Бұл сәт бұрылыстық болды, тіпті Айсана барлық талқылау барысында бір рет қана көзін жыпылықтатты, ол өзінің әрекетінің мұндай салдарға әкелетінін күтпегенін көрсетті. Бәрі логикалық болып көрінгенше ішкі кінә деңгейінде сақталды. Айыптаудың нақты бағдай өзгерді. Осылайша мен прокурордан Айсанаға қатысты ауыр зардаптарға әкелген абайсыз әрекеттер туралы бап бойынша үкім шығару мүмкіндігіне назар аударуды сұраймын. Адвокат орнынан қарғып тұрды. Құрметті сот, менің қорғауымдағы адам оның қылмысқа келген әрекетін болжай алмады. Ол ниетпен әрекет еткен жоқ. Ешқандай жағдайда бұл үмітсіздік белгісі болған жоқ. Судья залда болып жатқанды тыңдады. 1 минуттай тыныштық орнады. Ауа тоқтап қалғандай, аяқталуын күтіп Назерке сөз алғанда. Қыз оған көзін көтерді, даусы қатал, бірақ сабырлы еді. Мен айыпталушының әйелін кінәламаймын. Ол мұны қалады деп ойламаймын. Бірақ мен заңға сенем, заңда болса. Әйелдер үндемейтін, өйткені бәрі соншалықты анық емес, әлемде өмір сүруден шаршадым. Судья қолдарын жібермей тұрып үкімді жариялады. 40 минуттан кейін Қайырғалиге қатаң режимде 10 жыл берілді. Ол мұны ешқандай эмоциясыз тыңдады, ол білді, күтті, іштей әлдеқашан сол жерде еді. Бірақ келесі абзац тіпті оның өзі үшін де күтпеген жағдай болды. Айсана абайсызда ауыр зардаптарға әкелген қылмысты жасаған үшін кінәлі деп танылғандығы туралы дәлелдерге сүйене отырып, 2 жыл сынақ мерзімімен 1 жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын, психокоррекция курсынан өту міндеттелсін, және кәмелетке толмағандарды тәрбиелеумен байланысты қызметке 3 жылға тыйым салынсын. Айсана бозарып кетті, тіпті еріндері де ағарып кетті. Ол кез келген нәрсені күткен еді. Ұлының айыптауы, құрбыларының қарғысы. Бірақ өзіне қатысты айыптау емес, бұл тек басы ғана еді. Оларды алып кеткенде, Қайырғали көзінің шетімен дәлізде қабырғаның жанында тұрғанын көрді. Жыламайды, айқайламайды, тек еденге қарап тұрды. Содан кейін олар қайтадан кездескен жоқ. Қайсар мен Назерке бөлек кетті, олар бұрылмады. Олардың артында, немесе алдында кім тұрғаны қызық болмады, бұл бет кейінірек жыртылды. Назерке көлігінде бір түрлі неге қуаныш сезбеймін деді. Өйткені бұнда ештеңе жақсы жоқ деп жауап берді Қайсар, бірақ енді ең болмаса жарық көруге болар еді. 1 аптадан кейін олар мекенжайларын, телефондарын толығымен өзгертті, жұмыс қайтадан басталды, тамырсыз, естеліктерсіз, анасыз, әкесіз. Ал Қайырғали колонияға кетті. Жол ұзақ болды, рельстер, далалар, сұр казармалық патрульдер арқылы. Терезеден ол танымайтын, және оның кім болғанын білмейтін адамдардың жүздері жылтырап өтті. Ол әйнекке қарап, шартты жаза бергені жақсы болды деп ойлады. Ол жасырынбады, жай ғана байқалмай жүруден шаршаған адам еді, және көп жылдар ішінде бірінші рет ол кінәні де, ауырсынуды да емес, қоштасуға арналған бірдеңені ойлады, өзі үшін емес, ол үшін. Бірақ бұл әлі аяғы емес еді. Күтпеген жерден хат келді, үкім шыққанына жарты жыл өткен соң, Қайырғали колонияның күнделікті тірлігіне үйреніп қалған кезде, таңертеңгі көтерілу, тізімделу, ағаш шеберханасы, және әркім қылмыс емес, оларсыз қатар жүрген өмір туралы еске алатын кешкі тыныштық. Ол хат күтпеген еді, Қайсар үндемеді, Назерке одан да көп. Айсана оның ойларынан түскі уақытта еріген көлеңке сияқты жоғалып кетті. Ол үміттенбеді де, күтпеді де, бірақ хат сол күндердің иісінде еді. Ол тіпті құрдымның шетінде тұрса да, адам болуға тырысқан кездері. Конверт мүжілған, оның бетінде қисық жазумен Қайырғалиға деп жазылған. Жеке күзетші қисық күлімсіреп, міне, Қайырғали, біреу сізді есіне түсіріпті, ескі ақымақтығы бойынша шығар деп хатты тапсырды. Қайырғали үндемей, асықпай ашты.
Ол хатты өзімен бірге казармаға алып кетіп, терезе алдына отырды. Содан кейін ғана желдеткіштің гуілі мен көрші үстелдегі карта ойынның шуының астында конвертті ақырын ашты. Сәлеметсіз бе, Қайырғали, мені есіңізде сақтағаныңызды білмеймін. Менің атым Сағым. Мен сіз сот алдындағы сол кеште аялдамада сөмкемді көтеруге көмектескен жігітпін. Сол күні өмірімнің ең ауыр күндерінің бірі болды. Мен анамның қайтыс болғанын жаңа ғана білдім. Оны моргке апаруға кетіп бара жаттым. Сол сәтте менің жанымда жарық жоқ екенін білмедім. Тура мағынасында мен көшеде паникалық ұстамаға ұшырадым. Сіз сонда жай ғана жақындап, ешқандай пафоссыз, сұрақсыз, сөмкемді ұстап, орындыққа отырғызып, өз термосыңыздан су бердіңіз, және бір түрлі, бірақ соңғы нәрсені айттыңыз. Адамша қоштасуға үлгеріңіз, содан кейін онымен де, бұнымен де қоштасатын ешкім болмайды. Мен бұл сөздерді есімде сақтадым. Олар мені құтқарды, мен бардым, оны кешірдім, өзімді кешірдім. Шынымды айтсам қоштастым. Бұл бәрін өзгертті, және шынымды айтсам, егер сіз сол кезде тоқтамасаңыз, бір ауыз сөз де айтпасаңыз, мен үзіліп кетуім мүмкін еді. Мүмкін бөтелкеге, мүмкін көпірден. Мен сіздің сол әйелден, сіз қаңғыбастарға тамақ қалдырған үстелдегі әйелден сұрағаныңызды ұзақ іздедім, форумнан іздедім, жаңалықтардан ізімізді таптым, үкінді жүрегім ауырды. Өйткені мен бөлмеде жарық пен қараңғылықтың қаншалықты жиі қатар жүретінін түсіндім, бірақ сіз сол кезде көрсеткен мейірімділік нағыз еді, және ол менде қалды. Мен енді өмір сүріп жатырмын, өйткені шетке келген біреу құлауға көмектесті. Сіз не ойлағаныңызды білмеймін, өзіңізді қалай кешіру керектігін білмеймін, бірақ мен сіздің сол кеште, сіз үшін ол кәдімгідей болса да, мен үшін бұрылсық сәт болғанын алдым. Қайырғали хатты оқыды, әр жолды баяу сіңіріп. Ол өзін ақтауды сезбеді, іздемеді, бірақ бұл хат өзі салдырған бетон плитасындағы жұқа жарық сияқты еді. Осы жарық арқылы, кенеттен келген жастар арқылы жарық жол тапты. Ол хатты қойып ақырын жастығының астына жасырды, және ұзақ уақыт бұрышта отырды, терезеге қарап. Ол жерде, қоршаудың арғы жағында ағаштар қозғалып жатты. Жел кеткен. Колония үйде, жұмақта емес, жай ғана бәрі күн сайын қайталанатын орын. Қоңырау, тізімделу, жұмыс, асхана, ұйқы. Қайырғали ағаш шеберханасында жұмыс істеді, тақтай кесті, қарапайым орындықтар жасады. Көкөніс жәшіктерін құрастырды, ауырақ ат. Басында онымен ешкім маңызды сезімдер туралы сөйлеспеді. Ауыр бап бойынша сотталғандар жанашырлық тудырмайды, бірақ бірнеше айдан кейін ол жақындаса бастады. Ол тыңдады, оқып білмейтіндерге оқуға көмектесті, туыстарына, жаза алмайтындарға хат жазды, кейде жай ғана жанында отырып үндемеді. Бірақ жанында әсіресе 20 жастағы бір жігітпен жақын араласты. Дәулет үндемейтін, өзімен өзі жетім, пышақпен төбелескен үшін сотталған. Қайырғали оның терезеге кітапқа қарағандай үнемі қалай қарайтынын байқады, бірақ оны оқи алмайтын. Не туралы ойлайсың деп сұрады ол бір күні. Егер мен сол кезде кетіп қалғанымда, бәрі қалай болар еді деп ойлаймын. Біз бәріміз солай ойлаймыз деп жауап берді Қайырғали. Тек енді кеш, ал сіз неге мұндасыз? Ал бірінші рет ол турасын айтты, мас күйде, өз кінәсінен, және басқаның кінәсінен зорлау үшін. Бірақ нәтижесінде жігіт толығымен өзгерді, теріс айналмады. Керісінше, содан жұмына жиі тыңдап сұрақтар қоятын болды. Бірде ол, кешірім болмаса өмір сүруге бола ма деп сұрады. Қайырғали басын изеді, өмір сүруге болады, бірақ көрмеуге болады. Бір жыл, содан кейін екінші жыл өтті. Қайырғали цехта беделді болды, оған құралдар сеніп тапсырылды, онымен шай бөлісті. Ол өмір туралы философ емес, түбінде болып, аман қалған адам ретінде ойлады. Ол Қайсарға бір ретте жазбады, қоңырау шалмады, олардың Нәзіркемен қайда екеніне, қалай өмір сүретініне қызықпады. Ол оларға ұмытуға құқық берді, бұл әділ еді, бірақ әр таң сайын тақтайды жонып бастағанда, өзіне өзі. Мұны сен болмаған, бірақ бола алатын адам үшін жаса дейтін.
Бір күні цех бастығы оған газет берді. Онда Назерке туралы мақала бар еді. Ол зорлық-зомбылықтан зардап шеккен әйелдерге көмек көрсетудің жаңа орталығының жетекшісі болды. Оны Қайсармен бірге ашты. Аптасына 30 адам қабылдайтын конференциялар, кеңестер, психологиялық оңалту. Қайырғали кітаптың ең төменгі тарауын оқып отырып күлімсіреді. Оның оған құқығы болмағанына мақтаныш емес. Бұл өте ұзақ туындыдағы сияқты еді. Ол Алжирде еді. Оның 60 жасы толғанда Дәулеттен басқа ешкім есінде жоқ еді. Ол оған кішкентай ағаш тұмар сыйлады. Өзі ойып жасаған. Күн, жай ғана сәулелері бар, дөңгелек. Бұл сен көлеңкеде де оның бір жерде бар екенін ұмытпауың үшін. Қайырғали оның білегін қысып кенеттен жылап жіберді. Ауырсынудан емес, біреу оны тек үкім ретінде ғана көрмеген үшін алғыстан. Міне, эпилогсыз, шапалақсыз, бірақ мағынасы бар өмір. Ал түнде терезе алдында отырып қара аспанға қарап тұрып, кешірілмеу де сабақ шығар. Жай ғана басқа күндер сияқты өмір сүру, тіпті кеш болса да, деп ойлады. Ол көзін жұмып, рахмет деп сыбырлады, және көп жылдар ішінде бірінші рет тынышталды. Өткен тағы 4 жыл колония артта қалды, бірнеше өмір сүргендей оянатын ұзақ түсте. Қайырғалиді босатты, тыныш, ешкім шығарып салмады, қарсы алмады. Ол кішкентай әлемнің сыртындағы өмір басқаша, жарығырақ, тазарақ, қаттырақ екенін түсінді. Ол үйге қайтпады, Айсана жоғалып кетті, пәтерді сатып, оңтүстікке кетті, жеке пансионатта аспаз болып жұмысқа орналасты. Қайсар мен Назерке әлі де үндемеді, ал оның үнсіздігі оның тынысымен тең еді. Ол бұрынғы сотталғандарға арналған панаханаға орналасты. Жануарлар панаханасында қарауыл болып жұмыс істеді. Қапастарды жуды, күшіктерді тамақтандырды, мысықтарды емдеді. Оның өткенін ешкім білмеді, оны мұнда жай ғана Қайырғали Иванович, кейде ата деп атайтын. Түнде ол жазбады, жоқ, ол естеліктер, ойлар, жақсылық туралы кішкентай әңгімелер жазды. Ол әрқашан көрінбейтін. Басқаларға зиян тигізбей алып жүрудегі туралы. Бір күні панахананың пошта жәшігінен ол кері мекен-жайсыз, қосымшасыз ашық хат тапты. Тек каллиграфиялық жазылған бір қысқа мәтін. Сен бәрібір мені құтқарасың, рахмет. Ол күлімсіреп, бұл хатты қайтадан жастығының астына жасырды. Бір жылдан кейін ол Назеркені кездейсоқ қайырымдылық шарасында көрді. Ол сахнада әйелдерге көмек көрсету орталығында өнер көрсетіп жатты. Бір-бірін қолдаудың, немқұрайлы болмаудың қаншалығы туралы айтты. Қайырғали көпшіліктің арасында тұрып, қолында мысық тасымалдағышы бар еді. Ол тыңдады, және жақындамады, құқығы жоқ еді. Бірақ Назерке өнер көрсетуін аяқтағаннан кейін сахнадан түсіп, бір сәтке олардың көздері түйісті, және ол жай ғана өзгерді. Бұл жеткілікті болды. Басын кішкене қимылдату, сен барсың, мен білемін, және біз әрі қарай кетеміз деген белгідей. Өмір оған қайтпады, отбасы шапалақ соқпады, жараларды алмады. Бәр күн сайын күн. Ал бұл нағыз аяқ емес. Каналға жазылыңыздар, лайк басып, бұл әңгіме сізге қалай әсер еткенін жазыңыздар. Жаңа бейнелерді жіберіп алмау үшін қоңырауды басыңыздар. Құрметті тыңдаушылар, жақын арада кездескенше.